Эфирде кинобизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минутта киноиндустрияның негізгі жаңалықтарымен таныстырып, осы аптаның ең басты кино премьералары, әйгілі Angry Birds ойынының анимациялық нұсқадағы экранизациясы мен Ангел Мой психологиялық триллерін талқылайтын боламыз. Студияда Алмас Тоғай, бүгін көретіндеріңіз. Қазақстандық бокс-офисқа шолу. Белгілі актер әрі режиссер Энди Серкис Веномның сиквелін таспалайды. Продюсер Нұрлан Қоянбаев «Бизнес по-казахски в Корее» комедиясының түсіріліміне кірісті. Алматыда толық метрлі «Каскадеры» экшн фильмінің түсірілім жұмыстары басталды. Томирис тарихи драмасына арнап жасалған «Судай аққан қан» туралы арнайы грим ісінің шебері Эльдар Шибанов айтып берді. Өткен аптада Квентин Тарантиноның 9-шы «Однажды в Голливуде» фильмі әлемдік прокатқа жол тартқан болатын. Режиссер ақш пен Канаданың өзінде айналымның бірінші аптасында $40 миллион жинап, мансабындағы жаңа рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Мәселен, киногердің бұған дейін таспалаған «Бесславные ублюдки» фильмі бірінші аптада 38 миллион жинаған болса, «Джанго освобожденный» картинасы $30 миллион табыс тапқан еді. Аталған тың туындының Қазақстандағы бокс-офисі жайында толығырақ келесі бейнематериалда. 5-ші орында Элвин Шварц пен Стивен Гаммелдің хоррор трилогиясының «Страшные истории для рассказа в темноте» атты экранизациясы. «Страшные истории для рассказа в темноте» хоррор антологиясы көрсетілімнің бірінші аптасында $26 миллион жинады. 4-ші орын Дора и затерянный город. Бұл балаларға арналған Даша путешественница мультсериалының толық метрлі экранизациясы. Фильм режиссері Джеймс Бобин бұған дейін Алиса в зазеркалье фэнтезимен көпке танылған еді. Отбасылық тың туынды айналымның алғашқы аптасында $32 миллион табыс тапты. 3-ші орын Арыстан патша. Режиссер Джон Фавро 1994 жылы шыққан анимациялық туындыға ремейк ұсынды. Бірегей технологияның көмегімен таспаланған мультфильм көрсетілімнің 4-ші аптасында $55 миллион жинап отыр. Қазіргі таңда фильмнің Қазақстандағы 4 апталық көрсетілім барысында тапқан жалпы қаржы көлемі $1 миллиард жеткен. 2-ші орын Форсаж, Хоббс и Шоу. Форсаж экшн франшизасының спин-оффын Джон Уик картинасының режиссері қойған. Басты рөлдерді Джейсон Стэтэм мен Дуэйн Джонсон ойнайтын боевиктің түсірілім жұмыстары 2017 жылдың сәуір айында басталған еді. Хоббс и Шоу Қазақстандағы көрсетілімнің 2-ші аптасында $92 миллион табыс тапты. 1-ші орын «Однажды в Голливуде». Тың туындыны таспалаған Оскар сыйлығының 2 дүркін иегері Квентин Тарантино. Киногердің 9-ші картинасының эксклюзивті тұсаукесері 72-ші Канн кинофестивалінің аясында өткен болатын. Фильм өткен аптадан бастап біздің прокатқа шығып, қазірдің өзінде $276 миллион жинап отыр. Фильмнің әлемдік прокатқа шығу жайында толығырақ айта кетсек, туындыны таспалауға $90 миллион жаратылса, оның жарнамалық компаниясына да тура сонша ақша шығындалған. Белгілі актер әрі режиссер Энди Серкис Веном картинасының 2-ші бөлімін таспалайды. Да что же ты такое? Я Веном, а ты весь мой. Сонидің киноөндіріс бөлімі талантты режиссермен келісім шарт жасады. Енді киногер сиквелмен жұмысты жақын уақытта бастама. 2-ші бөлімде де басты рөлді Том Харди сомдайды. 2-ші басты кейіпкердің рөлі Вуди Харрельсонға бұйыратын секілді. Мишель Уильямсты Веном 2 жобасына қатысатынын растады. Здравствуйте. Актрисаға Энди Серкиспен түсірілім алаңында тер төгу қатты ұнап қалған сыңайлы. Ол келешекте тағы да қара киімді кейіпкер атануды көздейді. Сонымен қатар Эдди Броктың рөлін сомдаушы Том Харди 1-ші бөлімнің сюжетінің авторы Келли Мерселмен бірлесе сценарий жазу үстінде екен. Веном 2 Эндидің 3-ші режиссерлік жұмысы болмақ. Бұған дейін ол «Дыши среди нас» мелодрамасын және «Маугли» блокбастерін таспалаған еді. Джунгли никогда не видели ничего подобного, Маугли. Веном фантастикалық франшиза. Бұл текте сұранысқа ие фильмнің режиссерлігін маған сеніп тапсырғандығы қуантады. Ақырында тамаша кино туынды таспалайламыз деген ойдамын, деп мәлімдеді Энди Серкис.
Venom 2 туындысының ресми релизі әзірге құпия сақталып отыр. Сиквел келер жылдың қазан айында жарыққа шығуы мүмкін. Кино комиксінің түсірілім жұмыстары қарашаға жоспарланған. Сонымен қатар Sony басшылары Харди сомдайтын Venom'да өрмекші адам жайлы жаңа хикаяға қосуды ойластыру үстінде. Алматыда «Бизнес по-казахски в Корее» комедиясының түсірілім жұмыстары басталды. Бұл Нұрлан Қоянбаев продюсерлік ететін әйгілі франшизаның 4-ші бөлімі. Дорогие родственники, скоро мы станем отелем международного класса. Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласында өрбімек. Сценарий бойынша бас кейіпкер Жомарт жаңа қонақ үй ашып, оны келешектің мейманханасына айналдыруды армандайды. Бұл мақсат үшін ол өз қызметкерлерін роботтарға ауыстыруға да даяр. Жоспарын жүзеге асыру ниетімен жас кәсіпкер туыстарымен бірге Корея еліне сапар шегеді. Әли Ниязбеков «Бизнес по-казахски в Корее» картинасының режиссері атанды. Ол бұған дейін «Каникулы в Таиланде» туындысын таспалаған еді. Where are you from? Казахстан! Oh, Kazakhstan? Astana. Expo? Hakastyle. Ты знаешь Экспо? My friend! Ұжым алдымен алматылық сахналарды таспалап, кейін Сеулге жол тартады. Комедияның тұсаукесері желтоқсан айында өтеді деп жоспарланған. Басты рөлдерде Нұрлан Қоянбаев, Жанат Байжанбаев, Рамазан Амантай мен Гүлнар Жоланова сомдайды. Алматыда «Каскадеры» атты толық метрлі экшн фильмнің түсірілім жұмыстары жүріп жатыр. Көрермен қауым достық пен адалдық жайлы хикаяны тамашалай алады. Сюжеттің негізгі кейіпкері 2 мәрте әкесінен айырылған жас жігіт. Картинаның қоюшы режиссері Жаслан Пошанов. Ол көпшілікке «Коктейль для звезды 2» және Еркебұлан Дайыров өнер көрсеткен «Шлагбаум» фильмдерімен белгілі. Идеяның авторы және сценаристі ретінде Жайық және Найзабек Садықовтар тер төгуде. Авторлардың айтуынша фильм адамның тұлға болып қалыптасу үшін ақылды тәлімгер мен адал достың қажеттілігін көксейді. Картинаны таспалау ісіне белгілі отандық Намат Станс каскадерлік командасы да қатысып жатыр екен. «Каскадеры» боевигінің түсірілім жұмыстары Алматыда және Алматы облысында өтіп жатыр. Ред, мы обнаружили еще один остров. Нам пора зарыть топор войны и объединиться. Чтобы спасти мир от уничтожения, понадобится настоящий герой. Вообще-то это место уже занято. Уя! Вы издеваетесь? Нужно срочно собрать команду. Мы тебя вытащим. Sony студиясының анимациялық бөлімі жазғы кино маусымының соңында Angry Birds кино жобасының сиквелін ұсынып отыр. Мультфильмнің негізінен смартфон қолданушылар арасында аса танымал видео ойын арқау болған. Анимациялық лентаның бірінші бөлімі 2016 жылы жарық көрген еді. Картинаның таспалануына жұмсалған қаржы көлемі $73 миллион құраған, ал оның әлемдік айналымнан тапқан табысы $352 миллион жеткен. Angry Birds в кино фильміне әлемге әйгілі ойындардың бірі негіз болған және аталмыш ойын қосымшасын әлем бойынша 4 миллиард қолданушы жүктеп, әлемдік айналымда хитке айналған еді. Бірінші бөлімде құстар аш әрі жасыл түсті шошқалардың бар екендігіне көз жеткізеді. Одан кейін ұзақ жылдарға ұласқан соғыс басталады. Қазіргі таңда сол әлемнің кейіпкерлеріне Зета есімді беті мұз басқан аралдың мекендеушісі қауіп төндіреді. Ол жылы жақтағы өзіне туыс тіршілік иелері де суықтың азабын тартсын деп оларға шабуылдауға көшеді. Енді құстар мен шошқалар бірлік орнатып, күш біріктіріп жаңа дұшпанға қарсы тұруы тиіс. Бұл істің өзі де оңайға соқпайын деп тұр. Осылайша барлық алауыз топтар досқа айналып, супер команда құрады. Бұл топтың ішінде Ред, Чак, Бомб және Ұлы Қыран да бар. Төп нұсқада құдіретті құсты Игра престолов жұлдызы Питер Динклейдж дыбыстаған. Мультфильмнің тымы аумағына лайықталған нұсқасындағы кейіпкерлерді Тимур Родригес, Сергей Бурунов пен Александр Рева секілді белгілі актерлар мен музыканттар дыбыстаған. Құстардан құралған командаға актриса Ирина Горбачева келіп қосылып, Зетаны дыбыстайды, ал Лиза Арзамасова көңілді әрі тапқыр Сильверді дыбыстады. Қоржынында «Удивительные заключения Флэпджека» және «Время приключений» секілді туындылар бар. Телевизиялық режиссер Туроп Ван Орманға Angry Birds кино фильмінің жалғасы үлкен экрандағы дебюті болмақ.
қоюшы суретшілер Пит Освальд пен Франческа Наталидің қажырлы еңбегінің арқасында фильмнің оқиғасы шытырман әрі тартымды шыққан. Кейіпкерлері өз алдына өзгеше образдардың иелері. Дизайнерлер тобы фильмді сан алуан бояумен безендіріп, оны көз қуантарлық туындыға айналдыра білген. Хватай ключ! Он у меня! Angry Birds в кино ең алдымен кішкентай көрермендер үшін тамаша комедия. Біз осы хикаяның кейіпкерлерінің аузымен балақайларға командада жұмыс істей білудің маңызын насихаттаймыз дейді продюсер Джон Коэн. Angry Birds 2 в кино осы аптадан бастап кинотеатрларда. Это они? Это суперкоманда, ради которой я так надрывался? Как вы сегодня? Намного лучше. А ваши отношения с сыном? Я совсем справляюсь, ясно? Лиззи, Ни с чем ты не справляешься. Все хорошо. а лекарства? Они вам помогают? Конечно, да. Сонымен қатар, осы аптада кинотеатрларда «Ангел мой» атты психологиялық триллер жарыққа шығады. Бұл австралиялық режиссер Ким Фаранттың 4-ші толық метрлі жобасы. Ол 2014 жылы алғаш рет Николь Кидманмен бірге «Чужая страна» триллермен танылған еді. Киногердің жаңа фильмінің сюжеті Нуми Рапа сомдайтын Лизи есімді жалғызбасты ана жайында. Клэр есімді бикешпен танысқан әйел жаңа құрбысының қызы өзінің қызынан аумайтындығын аңғарады. Бір ерекшелігі Лизидің қызы қаза тапқан. Бөтен ананың қызына деген құштарлығы артып, ол енді баласыз күн көре алмайтын хәлге жетеді. «Ангел мой» психологиялық триллері осы аптадан бастап біздің прокатта. Осы аптаның тағы бір ерекше кино жаңалығы. Ол әдетте тек француз тілінде фильм түсіретін канадалық режиссер Ксавье Доланның «Смерть и жизнь Джона Донован» атты ағылшын тілінде таспаланған драмасы болмақ. Картинадағы актерлық құрамға Кэти Бейтс, Сьюзан Сарандон және Натали Портман сынды Оскар марапатының лауреаттары енген. Мне исполнилось 11. Я перешел в новую школу, там начались издевки. Руперт, простите. Мы с мамой почти не общались. Все мои мечты развеялись. Осталась лишь одна. Нет, Джон. Фото ведь пришлют на утверждение. А пони на Рождество не хочешь? Лентаға қатысты жұмыстар 2014 жылдан бері жалғасып келеді. Фильм 10 жыл бұрын қайтыс болған америкалық тележұлдыз Джон Донованмен хат алмасып тұрған жас Руперт Тернер есімді актер жайында. Бұл қарым-қатынас оның өміріне күрделі өзгерістер алып келген. Долан өзінің жаңа картинасында көрермен қауымға жұлдызды жандардың да қарапайым адамдар деген ақиқатты жеткізуді көздейді. Оларға да жалғыздық тән құбылыс. 11 жасар Руперттің рөлін Джейкоб Трембли сомдаған. Ересек Руперт Тернерді бастапқыда Николас Холт сомдауы тиіс еді. Актер жобадан бас тартып, бұл рөл ақырында Бен Шнецерге бұйырған. Все дело в нас, в обществе, в том, к чему мы стремимся. Может ли у артиста быть личная жизнь, и почему она так важна для нас? Ксавье Доланның «Смерть и жизнь Джона Донован» атты драмасы Торонтода өткен Special Presentations кинофестивалінің аясында тұсаукесерін жасаған еді. «Смерть и жизнь Джона Донована» драмасы осы аптадан бастап барлық кинотеатрларда. Сондай-ақ осы аптада 2017 жылы жарық көрген «Синяя бездна» хоррорының сиквелі отандық прокатқа шығады. Режиссер Йоханнес Робертс кезектірет акуланың адамға қаншалықты қауіпті екенін және су астына кеткен қалаға жүзу барысы, тосын сыйларға толы болу мүмкін деген сияқты барлығына таныс хоррор оқиғаны ұсынды. Айта кетейік, аталған фильмдегі басты рөлді Сильвестр Сталлоненің қызы Систин сомдаған, ал триллердің түсірілім жұмыстары Доминикан Республикасында өткен. Там внизу, там акула! Что же нам теперь делать? Выбора нет! Надо нырять! Жас актерлық құрам тропикалық жағажайлар мен иесіз даладағы өлімнің қаупін бұлжытпай жеткізуге уәде беріп отыр. Шытырман оқиғаларға жаны құмар 3 қызға акулалардың алдындағы үрей мен клаустрофобия тосын сый ретінде ұсынылады. Көңіл көтеруді ойлаған бикештер бастарын қауіп қатерге тігеді.
Су астына сүңгуді сүйетін сұлулар енді қара басын аман алып қалу үшін жанталасады. Бастапқыда сиквелге «Вглубь на 48 метров» және «Вглубь на 47 метров. Новая глава» деген екі атау берілген еді. «Синяя бездна» 2 триллері осы аптадан бастап үлкен экрандарда. Отандық толық метрлі және қысқа метрлі картиналар әлемдік деңгейдегі беделді кинофестивальдердің қатысушысы атанды дегенді жиі еститініміз қай-қайсымызды да қуантатыны рас. Бүгін біздің бағдарламада режиссер, қоюшы суретші және арнайы грим ісінің шебері Эльдар Шибанов қонақта болды. Өткен жылы маманның Айсұлу Әзімбаеваның, Шыңғыс Қапин мен Виктория Мухамеджанованың қатысуымен таспалаған қысқа метрлі туындысы 75-ші Венеция халықаралық кинофестивалінің көкжиектер конкурстық бағдарламасына енген болатын. Ендеше сұхбатты әріптесім Бекболат Уәлиев жалғастырсын. Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы арнайы гримнің шебері, сценарист әрі режиссер Эльдар Шибанов. Эльдар, қош келдіңіз. Шақырғандарыңызға рахмет. Эльдар, ну начнем разговор. Эльдар, өзіңіздің продакшн компанияңыз бар. Осы продакшн ұжым жайлы кеңінен әңгімелеп берсеңіз, қандай мамандар еңбек етеді? Бүтіндей бір кино жанұяда бар дегенді естіп жатамыз. Мы образовались в 2010 году сначала. Біз 2010 жылы бастапқыда суретшілер студиясы ретінде құрылды. Өйткені біз кино саласына алғаш суретшілер тобы ретінде келдік. Менің суретшінің көмекші ретіндегі алғашқы жобам Мұстафа Шоқай фильмі. Ақырындап өсе бастадық. Кино саласында жетістікке жету үшін, мысалы суретшілердің тобы болсын, бір-бірімен жұмыс істескен, ысылған команда болғаны маңызды. 2012 жылы студия ретінде концепциясымен толыққанды кино өнімге дейінгі қолымызға алған алғашқы толық метрлі туынды «Уроки гармонии» фильмі еді. Кейін режиссер ретінде өз фильмдерінде таспалай бастадым. Фильм, художественная постановка, это был «Урок гармонии». Аслан, сен негізі түсіп жігітсің. Бірақ анада Болат айтқан, сенмен сөйлеспейсің. Қолымды да алмасын деген. Арнайы гримге қатысты өз қолыңыздан шыққан шоу-рилді көріп таңғалдық. Осындай дәрежеде еңбек ететін мамандар елімізде бар екендігі қуантады. Сіздің студияңыз қашан толыққанды хоррор туынды ұсынады? Хороший вопрос, потому что мы тоже об этом думаем. Жақсы сұрақ. Бұл жайлы бізде үнемі ой үстіндеміз. Бұған дейін шыққан хоррор туындыларды көріп, көп дүние жетіспейтіндігін байқаймыз. Әзірге елді елең еткізетін хоррор туынды таспалау деңгейіне жеткен жоқпыз. Әлемде трейлері баурап алатын корейлік хоррор туындылар белгілі. Біз осы бағытта дамуды ойластырып жатырмыз. Жақсы сұрақ, жақсы идея. Біздің жоспарымызда альманах түсіру болды. Дегенмен жеке тәжірибемен сүйеніп толық метрлі фильм таспалау әрі қаржыландыру қиын екендігін білемін. 5-10 минуттан тұратын қысқаша оқиғалар түсіру ойымызда болған. Оларды кейін біріктіріп, альманах жасау әбден мүмкін. Которые можно потом объединить в альманах. Вот сейчас я уже обладаю многими технологиями. Бүгінгі таңдағы технологияларды игере отырып, ересектер гримі, түрлі жарақаттардың гримі және фэнтези туындылардың гримі секілді қазақстандық кинодағы жобаларыңыз көп болды ма? Тамирис фильміне де сіздер атсалысты дегенде естідік. Мы слышали, что в проекте Тамирис даже вам удалось поучаствовать. Да, Тамирис у нас заказывали кровь, потому что у них много батальных сцен. Тамирис жобасы бізге қанға тапсырыс берді. Оларда соғыс сахналары көп таспаланды. Қан керек. Біз тікелей киноға арналған қанды өндіреміз. Олардың бағасы да қолжетімді әрі нағыз костюмдер мен арнайы эффектілерге арналған. Түсірілім тобы бізден 50 немесе 100 литрге тапсырыс берді. И было интересно, да, был интересный заказ, там, не помню, что-то литров 50 или 100 заказывали. Вот немножко расскажи об особенностях. Экранға арналған қанның ерекшеліктері қандай? Оны неден жасайды? Какая она должна быть? Существует миллионы видов крови. Қанның миллиондаған түрі болады. Оны реңі мен температурасына қарап таңдау қажет. Бізде мынадай жағдай болған. 100 литр қанға тапсырыс берді. Қып-қызыл болсын деген тілек айтты. Біз қай жерде және қандай жарықтың астарында түсіресіңдер деп сұрап едік. Түсірілім тобы бой бермей, тек қана қызыл қан керек деді. Кейін фильмді тамашалап отырып, қып-қызыл көріну тиіс қанның түнгі жарық жағдайдағы сахнада күрең түске айналып кеткендігін аңғардық. Ол барлық эффекті текке кетті деген сөз. Весь эффект на смарку. Слушай, Эльдар, хотели еще спросить, вот если сейчас нас смотрит казахстанский Эльдар, бізді қазір көріп отырған қазақстандық режиссерлар өз фильмдеріне арнайы грим қолдануды қалайтын болса, мысалы сценарийге бір вампир қоссақ, фильмнің бюджеті қаншалықты ұлғаяды? Адамның кейпіндегі вампир арнайы гримде болса, оның құны қанша болады? В человеческом обличии, вот насколько это увеличивает бюджет, насколько это дорого?
Все зависит от задачи. Может быть, можно малыми средствами, какими-то небольшими тонкими накладками. Ол қойылған тапсырма мен қолданылатын материалдарға байланысты. Мысалы, интервью с вампиром фильмдегі секілді жұқа жағылған бойылармен оның вампир екендігін көрсетуге болады. Жобаның маңыздылығына байланысты. Бізге ертерек келсеңіз, бір кейіпкерді жасап шығару 500 мың теңгеден басталуы мүмкін. Өйткені бұл өте көп уақытты әрі тыңғылықты еңбекті талап ететін жұмыс. Бұл қымбат индустрияның бірі болғандықтан да тек білікті мамандар ғана жұмыс істейді. И время затратно, поэтому там много специалистов работает, из-за этого это дорогая часть индустрии. Ол тереге арналған арнайы жапсырмалар, костюмдер, тістер дегендей ғой. Да, это костюм может быть, да. Я, қол, аяқ, линзалар тағы бар. Да. Ну, Эльдар, не можем у тебя не спросить о... Эльдар, өзіңіздің «Секс, страх и гамбургер» атты қысқа метрлі туындыңызды айналып өте алмаймыз. Бұл фильм өткен жылы Венеция кинофестивалінің арнайы бағдарламасына да енді. Жетістігіңізбен құттықтағымыз келеді. Бұл сіздің еншіңіздегі бірінші жетістік. Венеция жайлы айтып беріңізші. Қандай әсер алдыңыз және кімдермен таныстыңыз? В основном очень полезные знакомства, интересные были. Бәрі де өте пайдалы таныстықтар. Бұл киноиндустриясы болғандықтан бағдарламалық директорлар, сыншылармен тілдестім. Жұлдыздармен суретке түстім. Ішінде әділқазылар төрағасы Гильермо дель Торо бар. Біз оған арнайы сыйлықты табыстадық. Киногер жаңа туындысын таспалауға дайындалып, арнайы эффектлер қалай жасалатындығын көзімен көру үшін өзі де айналысып жатқан еді. Біз оған және Тайка Вайтитиге түкті мүсіншелер сыйға тарттық. Вот, и еще там Тайки Вайтити. Тайка Вайтити Тор Рагнарёк фильмінің режиссері емес пе? Я, дәл өзі. Вот для многих кинематографистов... Елімізде кино түсіріп еңбек етіп жүрген кинематографистер үшін А дәрежесіндегі халықаралық кинофестивальдерге қатысу үлкен арман. Бұл Кан, Венеция немесе Берлин кино бәйгесі. Олардың бағдарламасына қалай тап болдыңдар? Ол үшін не істедіңдер? Когда высылали видео... Этот фильм мы снимали для того, чтобы проверить вообще у нас как-то... Бұл фильмді өз-өзімізді тексеру үшін таспаладық. Бұрынғы қысқа метрлі туындылардың барлығы кинофестивальдер аясында табысты болса да, А дәрежелі бәйгелерге қатыса алмады. Осы асуды алу мақсатында қызықты актерлардың басын қосып, өзімізге жақын хикаяны жазып шықтық. Егер фестиваль алмайтын болса, бізге өз фильмімізді түсірудің де қажеті жоқ деп шештік. Мамыр айында түсірілгендіктен сол уақытқа ең жақын болған Венеция кинофестиваліне видеоны жібердік. Фильмнің өзі де Венецияға арнайы таспаланғандай болып шықты. Венеция, но и мы и по настроению фильм получался такой, что для Венеции. Демек фестивальдің репертуарына және өзіне сараптама жасадыңдар ма? По настроению, по наполнению, что Венеция было бы, наверное... Я, сол фестивальдің талаптарына сай етіп таспаладық. Венецияда қызығушылық білдіру мүмкін деп платформаның ақысын төлеп, видеоны жөнелттік. Бір айдан кейін бізге жауап келді. Менің Facebook парақшама кинофестиваль іріктеушісі жазылып, картинам олардың қызықтырғандығын айтып, субтитрді өзгертуді сұрады. Ол жерде аздаған қателер болған секілді. Өйткені субтитрларды біз тапсырыспен емес, өзіміз жазған едік. Осылайша біздің фильм лонг парақшаға еніп, бөркімізді аспанға атып қуандық. Әрі қарай өтпейтін болсақ та, біздің фильмді Венецияда тамашалап қызығушылық оятты. В Венеции посмотрели наш фильм, заинтересовал. Отлично, Эльдар. Давай теперь... Эльдар, болашақта сіздің ұжымыңыздан қандай жобаларды күтетін боламыз? Хоррор туындылар. Екі бірдей толық метрлі туынды даярлап жатыр екенсіздер. Сценарий дайын болып, түсіру алдындағы жұмыстарға кіріскендеріңіз рас па? Да, проектов вообще больше, у нас есть 5 проектов таких уже оформленных. Я, жобаларымыз жеткілікті. Қазіргі таңда 5 жобамыз бар. 3 жоба таныстыру ретінде, 2 жобаның сценарий жазылып, біреуі детективті туынды, ал екіншісі драма. Красный цветок аталатын трагикомедия деуге де әбден болады. Трагикомедия. Называется «Красный цветок». Тұсаукесерін қашан күтеміз? Ну, Осы жылдың аяғына дейін үлгерсек тамаша болар еді. Мүмкін келер жылдың басында ұсынармыз. Өйткені монтаждау жұмыстары да бар. Егер бұл фильмді түсіретін болсақ, жоба авторлық туынды болады. Ең алдымен фестивальдарға ұсынамыз. Эльдар, ендеше продакшналды жұмыстары тезірек бітіп, продакшының өзі де және картинаны сәтті монтаждауды тілейміз. Рахмет. Кинобизнес бағдарламасының көрермендерінің есіне сала кетейін. Бүгін бізде қонақта арнайы грим ісінің шебері, сценарист әрі режиссер Эльдар Шибанов болды. Эльдар, рахмет. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз басты рөлдерде Морган Фриман мен Джерард Батлер ойнаған «Падение ангела» боевигі мен 30-шы кинотавр фестивалінің жеңімпазы атанған ресейлік быт ностальгиялық драмасы туралы айтатын боламыз. Бүгінге осымен тәмам. Келесі аптада кездескенше.